Қайырлы түн, ханымдар. Қайырлы түн. Диляра ханым, сәлематсыз ба? Қазір тақырып жазып жатырмын. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Қайырлы түн. Тақырыбым жазылмай жатыр. Міне. Қойдым ау. Қайырлы түн, ханымдар. Мені жақсы естіп көріп тұрсыздар ма? Ең бастысы естіп тұрсыздар ма? Соны айтып жіберіңіздерші. Жүрекшені басып. Шынын айтсам, әрең кірдім өзі. Мына Instagram обновлениесі болғаннан кейін менің телефоным дұрыс істемей, экраны қара болып, одан планшет алып, одан жолдасымның телефон, сонымен олардан да қоса алмай, әрең өз телефоным өзімен өзі жұмыс жасап кетті. Керемет. Мен қосымша микрофон қосып қойдым. Даусым өте жақсы естілсін деп. Ең бастысы даусым, менің маңызды емес сияқты, маған қарап отыру сіздердің. Бастысы менің берер ақпаратым, Дұрыстап амандасып қояйық, ханымдар. Қайырлы түн. Кім қай жақтан, не істеп жатсыздар? Бүгінгі жұма күннің кеші қалай өтіп жатыр сіздерде? Тақырып мен мына жерге қосып қойыншы деген, мүмкін жаңадан қосылып жатқан адамдар болса, тақырыпты бірден оқып отырсын деп. Оған тақырып прикрепление деген дүниесі болмай жатыр. Жарайды енді. Сұрап жатса айтармын. Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жеке шекараларыңызды былай айтқанда сақтап, оны білесіздер ме? Жеке шекараларыңыз қай жерде екенін? Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Қарағанды қаласы. Қалыңыз қалай? Керемет. Қарағандыдан да қосылып жатса, басқа жақтан да. Бастысы өзіміздің қазағымыздың жері, Кім қай жақтан екені аса маңызды емес сияқты. Бастысы барлығымыздың бір тілде, өз тілімізде еркін сөйлеп, сол тілдегі ақпаратты алуымыз. Қуаныштымын. Эфир өте қысқа болады, ханымдар. Жұма күнгі эфирлерім бұрыннан менімен бірге келе жатқан ханымдар болса біледі. Әр жұмада арнайы тақырыпты кішкене аша әңгімесін айта отыра, бір-екі техника беремін. Сол тақырыпқа байланысты. Сонымен эфирді аяқтап, бір-екі сұраққа жауап беремін де. Бұл видеоны, кешәрі Орал. Батыстан да қосылып жатыр мына жақта. Шымкент, Қызылорда, Маңғыстау. Керемет, қандай күшті. Қуаныштымын. Жұма қабыл болсын. Бүгінгі тілеген тілек, дұға тілектеріңіз қабыл болсын деймін. Үнемі сол шығуға, шын айтқанда қазіргі сәтім көбіне кедергі болып жатыр, сондықтан, ал мен жай ғана эфирге шыққым келмейді. Шыққасын дұрыс әңгіме айтып, дұрыс ақпарат берген дұрыс, Жай ғана өсек айту, немесе эфирдің түрін, мәнін бұзудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Керемет, тарас түн жарық болсын. Айтып жатқан ойым, әр жұмада 20-30 минуттық эфирлерім бар. Ол эфирлерімнің барлығы өзімнің YouTube каналымда сақталған. Кіріп қарасаңыздар, менің жоғары жақта сілтемем бар, парақшамның жоғарғы жағында. Сол жерге кірген кезде YouTube каналы деген көрсетіліп тұрады. Сол жерде барлық эфирлердің бәрі күнделікті әр өткен сайын сақталады. Бүгінгі эфирде де мүмкіндік болса, Instagram еш бізді қинамай сақтап тұрса, сақтап, оны да YouTube'ге салуға мүмкіндік болса, салып қоямын. Ал бүгінгі тақырып жеке шекара. Жеке шекара ең бастысы қыз келіншектердің. Сізді бүгінгі жаңалығыңызбен құттықтаймын дейді. Рахмет.
Бүгін неше түрлі жаңалық болды, енді оның ішінде қайсы екенін сұрамай-ақ қояйын, Рахмет. Қандай жаңалық болса да, барлығы жақсылыққа болып жатыр деп ойлаймын. Бүгінгі жеке шекара туралы әзірше сұрақтарыңызды, ойларыңызды жаза берсеңіздер болады, бірақ мен комментарийға аса қазір мән бермеймін, өз әңгімемді бастайын, Сіздердің де менің де уақытымда алмау үшін. Жұманың кеші, ертең демалыс, соған аздап кішкене болса да еркінсіп дайындалып жатқан түріміз бар ғой. Балалар мектептен келіп, деп 2 күн демаламыз деп, Қыз келіншектердің жеке шекарасы, ол қай уақыттан басталады? Және қайырлы кеш, қай кезден басталады? Әсіресе біз, қыз келіншектер, әйелдер, ханымдар. Біздің жеке шекарамыз әрине балалық шақтан келе жатқан дүние. Қазақ менталитетіндегі шекарамыз әрине барлықтарыңыз түсінетіндей, бізде мүлдем шекараның бір 80% жоқ шығар. Ары кетсе 15% бар екенін түсінеміз. Оның ішінде әр отбасыға байланысты. Қай отбасы, қай қызды қалай тәрбиеледі? Біз қалай тәрбиелендік, Соған байланысты болады. Сондықтан жеке шекарамызды көбіне біз біле білмейміз. Ол жеке шекара деген не өзі? Әрине бұл туралы менің эфирім болған, ютубта жеке шекараны басты дүниелерін айта өткенмін, бірақ соның өзінде жеке шекара дегеніміз ол біздің дене тұрғымызда, ми тұрғысында, эмоция тұрғысында танитын, танымайтын адамдарды жақындаттыру немесе алыстаттыру. Өте жақын, мысалы, күйеуімізді, баламызды, денемізге дейін жақындаттыра аламыз, анамызды, әкемізді. Одан кейінгі адамдарды бір қадам, келесі бір таныстарды 3-4 қадам, көп ол адамдардың бізді құшақтап, немесе бір қолдарының тигізгенін өзін біз ұната бермейміз. Өйткені әр адамның өзінің жеке шекарасы бар, ол бір бөлек, және жеке шекараның ішінде психологиялық тұрғыда айтатын болсақ, ол денені көп адамдар ұната бермейді. Қолмен тиісіп, құшақтап. Көбіне біз не істейміз? Амандаса келе не істеп кетеміз? Амандасып жатып, біреуді құшақтап сүйіп жатамыз. Жақында танысқан адамдарымыз болып жасаса да, Бірақ біріміз оны ұнатамыз, бірақ оны айтпаймыз. Ұят қой енді. Не дегенмен, біріміз ұнатып жатамыз. Өйткені ол балалық шақтан бері жеке шекарамызды сақтап, не сақтамағандықтан байланысты. Өздеріңізде байқап көріңіздер, кім сіздерді бір сүйіп құшақтап амандасып жатқанда, ішкі эмоция тұрғысында, сезім тұрғысында сіз ұнатып тұрсыз, немесе ұнатпай тұрсыз. Немесе, қалай айтсақ болады, ұнатып тұрсыз, тағы да бір құшақтап тұра тұрсақ екен, қандай жұмсақ адам деген сияқты сезімдерде болуы мүмкін. Мерке ханым, егер тыңдағыңыз келмейтін болса, эфирді қайта қараңызда, өткізіп жіберіп, нақты жерін тыңдасаңыз болады. Мен бастамай, жай ғана басқа бір әңгімеден бастай алмаймын. Жеке шекарамыз туралы айтып жатырмын, ұнайды, ұнамайды, Ары қарай кеттік, қыз кезімізде, кішкентай балалық шағымызда, бізге нені үйретті? Басты ата-анамыз. Сен қызсың. Сен сөйлеме, сөйлемеудеу арқылы өз ойыңды білдірме деген шекараны да білдіреді. Сен қызсың, ер баланың ісін істеме. Біздің ұнататын, ұнатпайтын дүниелерімізді шекарасын бұзып, бұлай айтқанда ата-анамыз көбіне, өзімізде қазір өз балаларымыздың солай шекарасын бұзып жатырмыз. Бұзып, ұнататын, ұнатпайтын дүниелерімізді бөліп тастайды. Бұлай айтқанда, сен бұл дүниені ұнатпайсың деп бізге тікелей бұйрық береді. Әрине, ол ата-анамыз әдейі істеп жатқан жоқ, білмегендіктен, бізде көбіне білмегендіктен оны өз балаларымызға беріп жатамыз. Сондықтан, жеке шекарамыз балалық шақтан бері. Үндеме, сөйлеме, үлкендер отырған жерде әңгіме айтпа, өз ойыңды білдірме деген бағанағы айтқан істің барлығы бізге түп сана жүзінде
үлкен өмірімізге алып келген дүниелеріміз. Қазіргі кезде де ойымызды айтып, мына жерде бүкіл сол айтатын әңгімеміз тығылып тұрса да, не істейміз? Жарайды, ұят болады ғой, айтпай-ақ қояйын. Жарайды, енді не істеймін? Бәрібір ол кісі мені тыңдамайды, немесе ол кісі маған ренжіп қалуы мүмкін деген сияқты дүниелерді миымызға айналдырып отырамыз. Сөйтеміз де не істейміз? Өз ойымызды айта алмай, сол толықтай ойдың бәрі, сөздің бәрі мына жерде тығылып қалып, ішкі бір ызаға айналады. Ол да бір жеке шекараны бұзудан басталады. Ал енді жай өмірден шекараны бұзудың мысалдарын келтіретін болсам, қыз-келіншектердің әсіресе, қазіргі кезде кім біздің шекарамыз бұзып жатыр? Жиі бұзатындар, ол біздің ата-анамыз. Біздің жанымыздағы егер ер азаматымыз, жан-жарымыз болса, ол күйеуіміз және балаларымыз. Одан кейінгі сатыда тұратын жаңағы туысқандарымыз, әпке-сіңлілеріміз, бауырларымыз барлығы соның ішіне кіреді, Соның ішінде ата-ана, әсіресе ана бізді не істейді? Шекарамызды өте көп бұзады. Қазіргі кездегі көп айтылатын әңгіме анаға қосылған ене тақырыбы, енемізде біздің шекарамызды өте көп бұзады. Күйеуімізбен бірге бір бөлмеде жатып әңгімелесіп жатсақ не істейді? Енеміз кіріп келеді. Әлі де сепарациядан баласын шығармаған ене қызғаныш болады, ол жерде неше түрлі дүние болады. Біздің шекарамызды, жеке сол бөлме тұрғысындағы шекарамызды бұзып, екеуміздің ортамызға түседі деген дүние. Ана тұрғысына келетін болсақ, анамыз не істейді? Сен бүгін ондай тамақ пісірме. Саған мынандай қонақтар келе жатыр. Сен ана етіңді сал, мына етіңді сал. Немесе сен істеме, жасама, орындама деген істер өте көп болады, шекарамызды бұзатын ана ретінде. Әрине, ана ретінде біз ойлаймыз, ол кісілер бізге жақсылық ойлап беріп жатқан кеңестері ғой деп. Бірақ шын мәнінде өзімізге сол шешімді қабылдауға мүмкіндік бермей жатады. Содан кейін біз не істейміз? Ашуланамыз, ызаланамыз, ренжиміз. Сол арқылы біз көптеген өз ұнайтын, ұнамайтын істерімізді істемей жатамыз. Неше түрлі әңгімелер жазып жатсыздар. Мен ойымды бөлмеу үшін әзірше комментарияға мән бермей-ақ қояйын, ханымдар, ренжімеңіздер, міндетті түрде қазір сөзімді аяқтағаннан кейін сіздердің айтқан дүниелеріңізді, жазған дүниелеріңізді оқимын. Ары қарай кеттік. Жалғыз өз-өзімен сөйлеспейін енді. Айтыңыздаршы, жеке шекара деген дүниені қыз-келіншектерге арналған түсініп жатсыздар ма? Түсініп жатсаңыздар, түсіндім, түсінбедім, немесе сұрақтарыңыз болса, осы жерде бір-екі осы қойған сұрағыма жауап берсеңіздер. Жүрекшені бассаңыздар, түсіндім дегенді қабылдаймын. Ханымдар, жеке шекара қыздардың, әсіресе біздің алған тәрбиеміз арқылы қазір біз өз қыздарымызға беріп жатырмыз. Сөйтіп, ертең олар 18-20 жасқа келген кезде біз не істейміз? Олардың да шекараларын бұза бастаймыз. Керемет. Түсініп жатсыздар деген түсінікті қабылдаймын, жүрекшені басып жатсыздар еткені. Рахмет. Ары қарай онда жалғастырдық. Жеке шекара. 3 жасқа дейінгі бала, былай айтқанда бізге, енді біз қыз бала тұрғысында алып жатырмыз, 3 жасқа дейінгі қыз балаларыңыз сіздерге қазір өте анамен өте тығыз байланысты, ол жерде ешқандай шекара туралы әңгіме жоқ. Сол бір 2,5, 2,8, 3 жасқа жақындаған уақыттан бастап түсініп жатырмыз дейді. Ол жағына қазір келе жатырмын. Мен бастысы әңгімені бастап келе жатырмын. 3 жасқа дейінгі қыз балаларымыз бізбен бірге, әзірше анамен шекара бөлінбеген. Анамен бәрі бірге болып саналады. 3 жастан кейін біз не істеуіміз керек? 3 жастан кейін баланың мен деген бөлігі басталады. Мен өзім істеймін, өзім саламын, өзім жеймін, өзім ішемін деген дүниелерді өзінің мендігін бастайтын
кезең басталады 3 жастан кейінгі балаларда, қыздарда, әсіресе қыз тұрғысында алайықшы, бүгінгі қыз келіншектер деп аталғасын. Сол кезде біз не істейміз? Сен қызсың, саған болмайды, мен беремін. Ол ана сепарациядан өткізгісі келмейтін, қызға өте қатты жақын аналар, әсіресе сол қыздың өмірімен сүріп жатқан аналар мүмкіндік бере бастамаймыз. Жоқ, болмайды, бұл осындай, бұл мынандай, саған мына жерге баруға болмайды, құлап қаласың, сүрініп қаласың, жылайсың, ұлдармен ойнама, қыздармен ойна. Егер ол қыз мына кішкентай машиналарға қызығып жатса, жоқ, сен қызсың, сен қыздың дүниесімен ойна деген сияқты, біз сол кездегі 3 жастан басталатын шекараларды бұза бастаймыз. Одан кейінгі кезең 12 жас. 12 жастан бастап, былай айтқанда, жіберу кезеңі басталады. Қалай айтсақ болады? Біз ол кезде 2 есе жабысамыз ғой. Сен мына ойың дұрыс емес, мына ісің дұрыс емес, немесе сен әлі баласың, сен әсіресе, сен қызсың, шалбар киме, ұлдармен жүрме. Әрине, бір жағы бар, өте жағымды жағы, қызды бір көп деген жағымсыз дүниелерден сақтау. Бірақ біз сол кезде не істейміз? 12 жасар қызды біз қорғаштай бастаймыз. 2 есе. 7-8 жасындағы мән бермейтін болсақ, 12 жастан бастап 2 есе. Оның жаңағы өтпелі кезеңі басталып жатыр ғой деп 2 есе мән беретін боламыз. Сол кезде не істеу керек? Ол кезде қызды кішкене жайына жіберіп, шекарасын үйрету керек. Бұл сенің шекараң, бұл сенің бөлмең, сенің заттарың, сенің жеке заттарың. Оның жеке заттары, әрине қыз балаларына міндетті түрде кішкентай кезінен өзінің анасы үйрету керек. Анасының өзінің жеке заттары болған сәттен бастап. Ол дегеніміз шифонердің ішіндегі жеке полкасы. Киімдері бөлек жуылатын кез, әрине қыз болғандықтан, анасы өзі үйрете отыра, өзінің косметикасы бөлек тұратындай, өзінің дүниелері бөлек, бұл менің шекарам деп үйрететіндей қызына дүние болу керек. Сонда 12 жастан бастаған қыз, ол дүниенің бәрін көріп өскеннен кейін өз шекарасын өзі біле бастайды, түсіне бастайды, және оны қорғай бастайды. Басқаларға ол шекараға кіргізбеуге тырысады. Содан кейінгі кезең әрине 17-18 жастағы кезең. Бір жағынан үлкен бой жеткен қыз бір отбасының анасы бола алатындай, өзі ана атанатындай. Бірақ бір жағынан әлі де дене тұрғысымен үлкен болғанмен, ми тұрғысында әлі де кішкентай қызбен бір қыз деп есептеуге болады, толықтай ұнайтын, ұнамайтын дүниесін әлі білмейтін. Сондай кездерде әрине жаңағы үйренбеген жеке шекара бұзылып жатады. 2 есе, 3 есе. Қыз өзінің жеке шекарасын түсінбегендіктен, егер ерте тұрмысқа шығып жататын болса, ол жерде мүлдем шекарасы жоқ болып кетеді. Сондықтан қазіргі беретін дүние, мен сіздерге 2 былай айтқанда жаттығу беремін. Сол арқылы өздеріңіздің жеке шекараларыңызды түсініп көріңіздер. Қай жерде бұрыс, қай жерде дұрыс. Және арғарай өздеріңіз анализ жасайсыздар. Кіммен қоштасасыздар, кіммен араласуды тоқтатасыздар, қай жерде қандай уақыт тежеуін қоясыздар. Бірінші жаттығу. Бірінші жаттығуға әрине бұл уақытпен іс-әрекетке байланысты. Өздеріңіздің қазір өсіп келе жатқан қыздарыңызға мысал ретінде көрсететін болсаңыздар, өз дүниелеріңізді өздеріңіз өзгертулеріңіз қажет, өздеріңізді. Мысалы, жұмыспен үйді бөлу. Көбіне біз жұмыспен үйді бөле алмай жатамыз. Жұмысымыз кешкі 6-дан келгеннен кейін ары қарай үй тұрғысында да жалғасып кетіп жатады. Ол дегеніміз, ми тұрғысында біз дене тұрғысында біз үйдеміз, бірақ ми тұрғысында әлі жұмыстамыз. Сондықтан бірінші сұрақ өздеріңізге қоятын: мен не істеймін, не істемеймін? Мысал ретінде келтіріп жатқаным, егер сіз таңертең сағат 9-дан бастап, кешкі 18:00-ге дейін жұмыста болсаңыз, мен таңертеңгі 9-дан 18:00-ге дейін
жұмысты ойлап, оны орындап, жасап, одан кейінгі уақыт ол менің отбасыма, өзіме, үйіме арналған уақыт деп жеке шекараны белгілейсіздер. Бірінші мысал. Бірақ ол мысал ретінде келтіріп жатырмын. Бірақ басқа да болуы мүмкін. Мүмкін сіздің сағатыңыз 8-ге дейін жоғарылатып кетуі мүмкін, ұзатып кетуі мүмкін жұмыстың уақыты. Мен білмеймін, кімнің жұмысы қай уақытта кейін. Сондықтан мына сұраққа ең бастысы жауап беремін. Мен не істеймін, мен не істемеймін. Сол арқылы жеке шекараны анықтауға болады. Немесе мен сенбі күні міндетті түрде сенбі күні менің үйді жинауыма, тазалауыма, оны бір ретке келтіруіме арналған күн. Бұл сіздің жеке үй тұрғысындағы шекараңыз. Сіздің үйдегі отбасыңызда түсінетін және сіз түсінетін. Немесе келесі шекараға болатын болсақ, көбіне біз іс-әрекет уақыт-уақытында қазіргі өз өмірімізге келетін болсақ, Қазақстанның өміріне келетін болсақ, айтпай келетін қонақтар, немесе құрбы достарымыз кешкі уақытта өзімізге арнаған уақытта біздің уақытымызды, шекарамызды бұзып келіп жатқан. Бәрі тоқтап қалды. Мені жақсы естіп тұрсыздар ма? Мен сөйлеп жатырмын. Ханымдар, жүрекшені басып жіберіңіздерші. Ханымдар, мені жақсы естіп көріп тұрсыздар ма? Өйткені комментарияның бәрі тоқтап қалды, ешкім ештеңе. Жақсы, естіліп тұрса болды. Кері байланыс өте маңызды деп ойлаймын бұл жерде. Сол айтып жатқан қонақтарымыз, біздің шекарамызды ең бастысы сіздің жеке шекараңызды және отбасыңыздың шекарасын бұзатын. Оның ішінде жақын туысқандарыңызда болуы мүмкін. Айтпай, былай айтқанда, бүгін осылардың үйінде дәмді тамақ шығар. Бұлардың үйіне барсақ, әрдайым тамақ дайын тұрады ғой. Осылардың үйден бүгін кешкі ас іше салайық дейді. Сіздерге айтпай, жұмыстан кейін сіздердің үйлеріңізге келе салады. Ал сіз тек 5 адамдық отбасыдан тұратын болсақ, 5 адамға арналған ғана тамақ пісірдіңіз. Енді не істейсіз? Қонақ келді, туысқандар келді. Оларға жоқ деп айта алмайсыз. Ұят болады, Сондықтан не істейміз? Амалымыз жоғынан тағы да бір тамақ пісіріп, немесе балаларымызға айтамыз, кішкене отыра тұрыңдар, тыныш, сендерге сосын қалғанын береміз деп, сөйтеміз де қонақты басты орынға қоямыз да, отбасы, жеке шекарамызды бұза бастаймыз. Ол ең басты бірінші болып жатқан дүние. Сондықтан қазір мен мына жерде ұлым келіп менің эфирімді бүлдірейін деп тұр. Менің жеке шекарамды бұзып жатыр қазір. Кішкентай ұлым келіп. Ары қарай кеттік. Жеке шекара. Сондай кезде біз соны не істейміз? Өзіміздің ішкі эмоцияларымызды ашуланып, жынданып тұрсақ та ұят болады деген әңгімені басты орынға қоямыз да, жеке шекарамызды, отбасымызға арналған уақытты басқаларға бөлеміз. Ал енді сондай кезде не істейміз дейсіздер ғой. Біріншіден жоқ деп айтуды үйрену керек. Қалай? Жоқты қалай айтамыз? Біріншіден ең басты айтатын дүние, мына жаттығу бойынша не істеймін мен күнделікті, не істемеймін. Соны айқындап алыңыз. Қай уақытта мен өзіме уақыт бөле аламын? Жұмысыма, отбасыма, үйіме. Ең бастысы өзіңізден бастайсыздар. Жеке мен осындай уақыт аралығында күнделікті, мысалы, Инстаграмға кіріп, жаңалық көремін, жақсы адамдардың посттарын оқимын, өзіме пайдалы бір ақпарат аламын деп уақытты бөлесіз. Немесе отбасыңызға арналған уақытты айттым. Жексенбі күні міндетті түрде қыдырамыз, оларға уақыт бөлемін. Бұл біздің жеке шекарамыз. Біз бір-бірімізге айтып үйренбегендіктен, кішкентай кезімізден бастап бізге үйретпегендіктен, біз не істейміз? Ұят болғаны бірінші орынға қоямыз да, өзіміздің эмоцияларымызды жауып тастаймыз. Ол психосоматика ретінде әр жерімізден әртүрлі ауру болып шығып жатады. Сол себептен бұл бірінші жаттығу болды, ал екінші жаттығу жаңағы психосоматикаға айналып кетпеу үшін, басқа жерімізден ауру болып жаңағы
қонақтарға арналған болсын, немесе жұмысымыздағы кешкі түнгі 10-да хабарласып жатқан директорымызге қатысты болмасын, басқа да жағымсыз эмоцияларды айқындау үшін екінші жаттығуды береміз сіздерге. Бұл жерде не істейміз? Жоқ деп айту қиын, әрине, өте қиын. Ол бірінші өзіңізге жоқ деп айтуды үйрену керек. Сіз бірінші кімнің жеке шекарасын бұзып жатсыз? Өзіңізден бастау керек. Сіз кімнің үйіне айтпастан бара аласыз? Кімнің шекарасы бұзылып жатыр? Бірінші сіз арқылы. Сіз өзіңізге жоқ, мен ол адамдардың шекарасын бұзбаймын деген бастап, басқаларға да жоқ деп айту мүмкіндігі пайда болады. Әрі қарай кеттік. Екінші жаттығу. Бір айдың ішінде ең көп араласатын 8-10 адамның тізімін жазасыздар. Соңғы, енді бір айдың ішінде, енді түсінікті шығар, күнделікті өмірімізде бір айдың ішінде ең көп деген араласатын адамдардың 8-10 тізімін жазып шығасыздар. Ол өзіңіздің ата-анаңыз болуы мүмкін, күйеуіңіз, бала-шағаңыз, жақын апа-сіңлілеріңіз, бауырларыңыз, жұмыстағы әріптестеріңіз, басқа да құрбыларыңыз. Сол кезде тізімді жазғаннан кейін әр адамның қасына, бұл енді энергия жүзінде де кетеді, әр адамның қасына 1-5 балл ретінде өз эмоцияларыңызды айқындайсыздар. Мысалы, мынау менің күйеуім. Күйеуіңіздің есімін жазасыз. Жанна, менің күйеуімнің жанында жүргенде, онымен араласқанда, ол менің жеке шекараларымды бұзып жатқан кезде, бір айдың ішінде көп, күнделікті 24 сағат бірге болғанда, мен өз-өзімді қалай сезінемін, қандай эмоцияларға мен бөленемін. Немесе әрдайым сол күйеуімнің қасында менің шекарамды бұза бергенін мен қалаймын ба деген сұрақты қоя отыра, 1-5-ке дейін сол адамның қасындағы өз эмоцияңызды айқындайсыз. 5 дегеніміз, ол өзіңізді өте қуанышты, өте керемет, сол адамның қасында өте жайлы сезінетін баға. Ал 1 дегеніміз, ол адамның қасында сіз бір солып қалған лимон сияқты сезінесіз эмоцияңыз. Түсінікті ме, ханымдар? Сақтаймын, мүмкіндік болса, ешкімнің үйіне бара алмайсың ғой дейді. Енді ол адамдар жеке шекарасын өте айқындаған адамдар болуы мүмкін, егер ешкімнің үйіне бара алмай жүрсеңіз. Түсіндіңіздер ме, ханымдар? Жүрекшен басып жіберіңіздерші. Түсіндіңіздер ме, түсінбедіңіздер ме? 10 адамды айқындайсыздар, тізімін жазасыздар, жанына оның 5-ке дейін, 1-5-ке дейін өз эмоцияңызды айқындайсыз. 5 ол өте керемет, ол адамның қасында сезінесіз өзіңізді. 1 ол дегеніміз өзіңізді солып қалған лимон сияқты сондай бір эмоцияға бөленесіз. Әрине, қонақ жайлық ол бір дүние, сіз шақырған жағдайда. Ал сіздің жоспарлаған жеке шекараңыз бойынша жоспарлаған бүгін кешке жаңағы мысалы мен қазіргі алайық, дәл қазір менің шекарам бұзылмау үшін не істеуім керек? Мен Инстаграмға жазып қойдым. Немесе 10, немесе түнгі 11-де мен тікелей эфирге шығамын деп. Дәл осы уақытта қазір маған шақырылмаған, мен білмейтін, маған айтылмаған қонақ келіп жататын болса, қазір үйіме мен не істеймін? Ренжімеңіз, мен қаншама халықтың алдында мен уәдемді беріп қойғамын. Сіз қазір не күте тұрасыз, не күйеуімен бірге өздеріңіз шай ішесіздер. Маған қазір менің жеке шекарамды бұза алмайсыз. Енді әрине бұл әдемі, жай, күліп, ойнап айтылатын дүние. Ол адамды соншалықты өзін жаман сезінбеу үшін, өйткені әр қонақпен өзіміздің дінімізде айтатындай, сол қонақ өзінің несібесімен келеді дегенде, ол бір дүние. Бірақ дәл қазірдей, менкіндей сәт болып жатса, не істейсіз? Сіз сол қонақпен отырып, қаншама берілген уәдеңіз, қаншама халықтың алдындағы уәдеңізге айтпайсыз ғой. Кешіріңіздер, менің үйіме қонақ келіп қалды. Бүгін мен тікелей эфирді өткізе алмаймын деп. Сондықтан бұл басқа бір дүние. Бұл жерде айқындау керек. Қаншалықты маңызды сізге жоқ немесе я деп айту.
Сонымен ханымдар, берген техникаларымды түсіндіңіздер ме? Жеке шекарамыз әрине қазақ болғасын өте көп бұзылып жатыр. Бірақ ол өзіңізге байланысты. Қаншалықты сізге ұнамды дүние. Беріп жатқан техникаларым бәріне иә не жоқ деп айтуыңыз мүмкін. Өйткені әр дүниенің артында өзімізге келетін пайда тұрады. Біріншіден, келген қонаққа жоқ деп айтпау, әрдайым өзімізді синдром отличницы деп айтады. Психология тілінде өзімізді өте керемет адам қылып сезінуге. Басқа келген қонақтардың алдында авторитетімізді көтеру үшін жеке шекарамызды ұмытамыз, мүлдем. Өзіміздің ішімізде болып жатқан эмоцияларымыздың барлығын жауып тастаймыз. Өйткені бізге маңызды, пайдалы, біздің әрдайым осы бір жаңағы кім, күйеуіңіздің аты кім екенін білмеймін. Осы жігіттің әйелі өте керемет. Қашан барсаң да тамақ дайып тұрады. Қашан барсаң да күліп сені қарсы алады. Қаншалықты ол адам өзін сол сәтте ішкі эмоция тұрғысында жақсы сезінеді. Бастысы оған галочка болуы мүмкін, оның әйелі жақсы деген. Ол әрине кішкентай кезден келе жатқан жауып тастаған эмоциялар. Сен міндетті түрде күштісің, сен міндетті түрде әдемісің. Сен көршінің қызына қарағанда сен күштісің. Сен әрдайым жақсы оқу керексің, сен әрдайым белсенді болу керексің деген сияқты дүниелер арқылы осындай бір екінші жақты пайдасы болып жатуы мүмкін. Өз жеке шекарасын бұздыру. Сондықтан оны да ойлану керек. Ал ханымдар, сіздердің жазған дүниелеріңізге бір мән берейін. Түсіндіңіздер ме, түсінбедіңіздер ме? Бір жауап беріп жеріңіздер. Тоқтамай сөйледім ал енді. Біраз болыпта эфирге шықпағандықтан. Қайырлы кеш, жаңадан қосып жатқан ханымдар. Нақты сұрақ болса қарайын. Тақырып дейді. Қалалар жазылып жатыр. Жанар ханым қалайсыз дейді. Өте керемет жағдайым. Бұл сұраққа жауап бердім. Әсіресе аяқ ауыр кезде ішімді ұстай беретіндер ұнамайды. Әрине, Жазира ханым жазған екен. Бұл да бір шекараның бұзылуы. Сіз айтуыңызға мүмкін, енді бір ұстаған адам екінші рет ұстап жатса, айтуыңызға болады, кешірерсіз. Бүгін менің ішім біреудің қолы ұстағанын жақтырмай тұр деп, солай бір күлкіге айналдыруыңызға болады. Ондай жағдай өте көп болып жатады. Мен үнемі осылай ешкімге ештеңе айта алмаймын дейді. Енді бұл сіздің қабылдаған шешіміңіз. Біреу айқайласа жылап қалам неліктен дейді. Енді бұл күнгі тақырыпқа қатысты емес дүние. Ренжімеңіз. Түсіндік дейді, түсініп жатырмыз, бірақ қалай жеке шекараны кіргізбеуіміз керек? Бетке айтып тастау керек пе? Не істеу керек дейді. Жаңа ғана айттым, бетке айтудың әрине біз екінші жағын ойлап тұрамыз, әрдайым. Ол адам бізге өте маңызды қажет болатын болса, ондай жай түрде айтуға болады, ойынға келтіре тұра. Бірақ бір айтасыз, екі айтасыз, енді үшінші түсінбеген кезде, енді онда қаттырақ айтуға керек болады. Бірақ тағы айтамын, бұл сіздің өзіңіздің пайдаңызға байланысты. Енеге ештеңе айта алмаймыз. Келіндер жалпы сөз қайтармай ішімізден тынып жатамыз. Әрине, өйткені біздің әке-шеше тұрғысында бізге үйретпегендіктен. Сол басынан бастап сен қызсың, сөйлеме, аузыңды жап деген сияқты дүниелерден кейін біз ол отбасыға барғаннан кейін, ол отбасының шекарасына кіргеннен кейін біз мүлдем үндемейміз, өйткені біз басқа территориядамыз, Тұрмыз құрмағамын дейді. Неге айттыңыз оны? Тыңдап тұрмыз дейді. Сіз кімсіз дейді. Мен кіммін? Менің есімім Жанар, психологпын. Сіздердің алдыңызда профессионалды түрде дипломированный психолог отыр. Әңгімем, айтып жатқан әңгімемнің барлығы психология тұрғысында.
Иә дейді, жоқ деп айту қиын ғой, әрине. Эфирді сақтаймын. Міне болды деме. Сұрақтарыңыз бар ма бүгінгі тақырыпқа байланысты кешіріңіздер. Иә, лимон сияқты. Жанар ханым, өзгермейтін адам жоқ дейді. Өзгерте алмайтын адам бар деген сөз рас па дейді. Өзгермейтін адам жоқ, өзгерте алмайтын адам бар. Әрине, еш адам екінші адамды өзгерте алмайды өз күшімен. Ол адам өзі өзгеруге шешім қабылдамай. Бізде бәрібір шекара жоқ дейді, жүре береді. Енді бұл тағы да айтамын, сіздің шешіміңіз, сіздің отбасыңыздың. Түсіндім, жоқ деген сөзді үйрену керек. Әрине, міндетті түрде. Күйеуің ренжісе, менің туысым кеп тұр, сен ана жақта отырсын прямой эфирде деп. Егер сіздің құндылығыңызды түсінбейтін, сіздің шекараңызды түсінбейтін, сізді былай айтқанда маңыздылығыңызды білмейтін, қаншама адамның алдында берген уәдеңізді ұстаттырмайтын ер азамат болатын болса, әрине ол міндетті түрде солай айтады. Ал оның барлығын білетін, құндылығыңызды түсінетін, сізді былай айтқанда кім екеніңізді мойындайтын адам болатын болса, ол ондай сөз айтпайды ешқашанда. Ол енді екінші ер азаматыңыздың санасына байланысты. Жанар ханым, өзгермейтін адам жоқ. Мен айттым ғой деме, көз қарасыңыз дейді. Мен енді қосылдым, эфирді сақтауға тырысамын, мүмкіндік болса қайта көріңіз. Рахмет. Астана қаласынамын. Ұят құртады. Енді ұяттың артында екінші дүние бар деп айттым ғой. Біздің өзіміздің пайдакүнемдігіміз бар. Сондықтан сол жақты да қарастыру керек. Жанар ханым, қымбат ресторанда тамақ ішу, қымбат жерлерде қыдыру, ең керемет отельдерде тұру мотивация бере ме дейді. Мотивация не үшін береді? Біріншіден, егер сіз өз-өзіңізді сондай қымбат дүниеге үйретемін дейтін болсаңыз, соған тырмысу үшін, тырысу үшін, іс-әрекет жасау үшін мүмкін мотивация береді. Ал бірақ бір көремін, бір барамын, одан кейін ештеңе істемейтін болсаңыз, әрине ол сізге ешқандай мотивация бермейді. Бір көресіз, бір барасыз, бір демаласыз, бір керемет тамақты ішесіз, сонымен қалады. Мүмкін кім біледі, ол ақшаның өзі қарызға келген ақша шығар. Сондықтан арғы жағын ойлау керек. Ол маған не үшін қажет деген. Сәлем бердік дейді, сәлем бердік, сәлеміңізді алдым. Мен өзгердім дейді. Керемет, Меруерт ханым, қуаныштымыз үшін. Мен келіншектермен шайға баруым керек болды. Сол сәтте енем үйге көрші кемпірді шақырды. Мен қонаққа бармадым, бірақ кешке дейін ашуланып жүрдім. Қалай жоқ деймін. Әрине, алдын ала сіз айтпағандықтан. Алдын ала, егер сіз өз шекараңызды белгілеп, бүгін мен кешкі 8-ге таман осындай жерге барамын, осындай жерде адамдармен кездесемін деп алдын ала бүкіл отбасын былай айтқанда ақпаратпен қамтамасыз етсеңіз, әрине олар түсінер еді. Көрші кемпірді өз енеңіз екеуі шайды қосып кетсеңіз, алдарына затын берсеңіз, өздері екеуі отырып ішетін шамаға келген адамдар деп ойлаймын. Соншалықты жүре алмайтын емес. Сондықтан егер ондай адам болмаса, мүмкіндік бар шығып кетуге. Бірақ біз не істейміз? Үндемей жүре беріп, сол кезде бір шығып кеткіміз келеді ғой. Жеке шекара туралы Аймаш ханым. Қайын жұрт, ене, қайын әпке, қайын аға деген кісілер жеке шекарама кіріп бетіме көп нәрсе айтады. Үндемей отыруымыз керек пе? Келін деген атың бар ғой деп аузымызды жауып тастайды. Не істесем болады? Келін деген ол сізге берген арнайы бір кличка емес, сіз жеке тұлғасыз, ең бастысы. Жеке, атыңыз кім? Айка ханым дейсіз. Айкасыз, былай айтқанда, өзіңізді ханым деп атап қойыпсыз. Сондықтан, егер сол адамға өз кім екеніңізді, құндылығыңызды түсіндірме білдіре алмайтын болсаңыз, әрине жеке шекараңыз автоматты түрде бұзылады. Үндемегеннен
Енді қаншалықты үндемейсіз, қаншалықты сол реніш, ашу, ызаның бәрін ішіңізге тыға бересіз. Одан ары қарай психосоматика неше түрлі ауруларға кетеді. Бас ауруынан бастап, өз-өзіңізді кінәлағаннан бастап, ары қарай тамақта құлақ, мұрын деген сияқты сөйлемегендіктен, айтпағандықтан, оларды естігіңіз келмегендіктен, оларда ауыра бастайды өзінен өзі. Сондықтан бұл жерде айқындау керек. Бірінші күйеуіңізбен, одан кейін сол отбасыда тұратын адамдармен. Қандай әдебиет пайдаланасыз дейді. Менің қолданатын әдебиетім өте көп. Қазіргі дүниеде гештальт практикуммен дүниелермен оқып жатырмын. Сондықтан профессионалды тұрғыдағы кітаптар. Енді жоқ деп айтудан кейін өз-өзіңізді кінәлі сезінетін болсаңыз, әрине, жоқ деп айту сізге өте қиын болады. Сондықтан бастысы өз-өзіңізді кінәлі сезінбеу. Әрине, кінәлі сезіну өз сезімдеріңізден жауапкершілікті алып тастау деген сөз. Сондықтан айтқан сөзіңізге, жоқ деген әңгімеңізге жауапкершілікті алсаңыз, я, мен айттым, сізге айттым дейтін болсаңыз, ешқандай одан кейін өз-өзіңізді ренжулі сезінбейсіз, кінәлі сезінбейсіз. Мен қымбат дүниеге көп алам, сол дұрыс па? Қымбат дүниені алатын шығарсыз, е? Енді білмеймін, сізге ол ұнайтын болса, дұрыс емесін айта алмаймын. Егер сондай сапалы затпен қолданып, сапалы дүниемен қолданғыңыз, сіздің шешіміңіз болатын болса, мүмкін. Сіз бойдақсыз ба? Ой, жоқ. Тұрмыстамын. 2 ұлдың анасымын. Қазір ала берсе 3-ші баланың анасы болуға дайындалып жатырмын. Жанархан, трансформация жасау арқылы мінезімді өзгерте аламыз ба? Мінез трансформациялау арқылы өзгермейді. Мінез адам өз-өзіне деген мінезін түсінгеннен бастап өзгере бастайды. Егер сіз мінезіңізде жоқ деген сөзді айта алмайтын мінезіңіздің бар екенін білсеңіз, сонымен жұмыс жасап бастауыңыз керек. Жоқты жайлап бірінші өзіңізден бастап айта білуіңіз керек. Сол кезден бастап әрине өзгеріс пайда болады. Түсінгеннен бастап нақты нені өзгерткіңіз келетінін. Ал бір трансформациялау арқылы барлығын өзгерте алмайсыз. Нақты қойған тақырып арқылы өзгеріске түсуі мүмкін. Сондықтан бірден сонша жыл бойыңызға сіңген дүниені бір трансформация арқылы өзгертіп тастау оңай дүние емес. Оны түсіну керек, неге қажет екенін сізге. Мүмкін бойыңыздағы бар көп мінездер сізге қажет мінез шығар. Сізге пайдасына кеп отырған мінездер шығар. Жақымсыз болса да. Жақсы. Соңғы сұраққа жеттім. Қалай табанды болуға болады дейді, арықтауға дейді. Түсіну қажет. Ол сіздің бойыңыздағы артық салмақты неге сізге тастау керек? Неге ол салмақ сізден кеткеннен кейін сіз қандай дүниеге ие боласыз? Сіз қандай боласыз? Бастысы эмоционалды сезім тұрғысында сіз қандай күйге енесіз? Мінезіңіз қандай болады? Өз-өзіңізге айнаға қарағанда сіз қандай көңіл күйге бөленесіз? Сол арқылы ғана ол табандылықты, ерік жігерді жоғарылатуға болады. Сол сезімге жету үшін. Бірақ ол сезімге жеткеннен кейін ары қарай не болады? Жеттім деп қайтадан салмақты қосу процесі болуы мүмкін. Сондықтан ары қарай ойлану керек. Түп санамен кішкене жұмыс жасау керек. Түп сана дегеніміз сізде бір артық салмақтың арылмаудың бір кедергісі тұрған болуы мүмкін. Егер мен салмақтан арылсам, мүмкін мен осындайға ұшырауым мүмкін, немесе менен адамдар кетіп қалуы мүмкін, мен өзімше болып кетуім мүмкін деген сияқты. Сіз айтып жатқан әңгімеге храбрость керек сияқты, жоқ деп айта алмаймын. Әсіресе қайын жұртқа оның бәрін үйрену үшін көп уақыт керек шығар.
көп уақыттан бұрын бірінші өзіңізге айқындау керек. Ол дүние сізге қажет пе, жоқ деп айту. Жеке шекараның бар екенін білесіз. Менің айтқан әңгімем арқылы түсінесіз. Енді екінші пайданы ойлаңыз. Екінші пайдада не тұр? Әрдайым жақсы келін, жақсы ана, жақсы осындай адамның жары ретіндегі атыңыз, атағыңыз маңызды ма? Немесе ішкі дүниедегі эмоцияңыз маңызды ма? Сондықтан таңдау өзіңізде. Мен енемнің бетінен алатынды шығарып жүрмін дейді. Түсінбедім. Қалай жұмысқа орналауға болады? Білмеймін, енді сіздің нақты қандай жұмыстың қалайтыныңызды. Үйреніңіз, беріп жатырмын техниканы. Соңғы кезде күйеуімнің алдында өзімді еркін. Макей ханым, сіздің сұрағыңызға жауап берем. Соңғы кешірерсіздер, сосын эфирді аяқтаймын. Аз қалды уақытым. Соңғы кезде күйеуімнің алдында өзімді еркін сезінбеймін. Сіз айтқан лимон сияқты жүрем дейді. Сұрақ қойыңыз өзіңізге. Неге? Менің күйеуімнің қасында мен неге осындай күйге бөлендім? Не маған кедергі? Несі маған осы лимон сияқты жүру маңызды? Не өзгерді қарым-қатынастарыңызда? Неге ол кісіден сондай қысылатындай дүниеге ендіңіз? Мінез кейде пайдасы болады, кейде зияны болады. Әрине, бұл адамның шешіміне байланысты. Қай мінезді қай уақытта қолдану және оның пайдасын, не пайдасыздығын білу. Сонымен ханымдар, бүгінгі эфирім өзі өте бір тез, көп сөйлеумен өткен сияқты. Өз-өзіме сондай бір довольный дейді ғой. Өз-өзіме сондай бір қуанышта отырмын. Өйткені біраз болған еді. Жаз бойы мен бұл эфирді тоқтатып қойдым, нақты тақырыппен өткізуді. Сондықтан қабыл алыңыздар, бүгін менімен болғандарыңызға, маған дәл осы уақыттарды бөліп, осы ақпаратты тыңдайыншы деген ниеттеріңізге үлкен алғыс айтамын. Бүгінгі жұмадағы кештеріңіз өте сәтті де мәнді өтіп, ертеңгі сенбі, жексенбі күндеріңіз керемет өздеріңізге арналып, жеке шекараларыңызды айқындап, бастысы қазір айқындау ғой. Айқындап, одан ары қарай не істеймін деген сұраққа жауап берумен өтсін. Рахмет сіздерге. Қуаныштымын. Келесі кездескенше, келесі жұма Алла бұйыртса, тағы да бір тақырып ұсынамын. Өздеріңіз таңдайсыздар. Қай тақырып сіздерге қызықты болатын. Қайырлы түн. Сау болыңыздар.